Құрметті оқушылар, бүгін бізде математикалық сауаттылыққа, оның ішіндегі оқулық бетін анықтау тақырыбына қатысты бір мысалды шығаратын боламыз. Есептің берілгенін оқиын, егер мұқият тыңдасаңыздар, есептің берілгені түсінікті болады. Ешқандай қатты қиындығы жоқ. Былай, кітаптың бетін номерлеу үшін 430 цифр қолданылған. Егер кітап үшінші беттен басталса, осы кітапта барлығы неше бет бар екенін табыңыз дейді. Енді бұндай есептерді шығару үшін не істейміз? Бірінші кітаптың номерлеу беті және қолданылу цифр жайында кішкене ақпарат беріп өтейін. Соны бірінші нақты түсініп алыңыздар, сосын кейін мен қандай формула қолданғанымды түсінетін боласыздар. Бұлай болады да, ең бірінші кітаптың номерін бірінші беттен басталды дейік, бірінші бетті 1 деген цифрмен белгілейді, екінші бетті 2 мен, үшінші бетті 3 мен, сөйтіп тоғызыншы бетті 9 деген цифрмен белгілейді. 1 деген бір цифр, мысалы 10 деген сан, ол 2 цифрдан тұрады, 1 және 0 деген 2 цифрдан тұрады ғой. Енді бірінші беттен 9-шы бетке дейін 9 цифр бар, әрқайсы бір, 9 бет бар. Сонда 9 беттің әр беті бір цифрмен белгіленсе, 9 цифр қолданылады. Вот, енді 9-дан кейін 10 басталады, 10-ның мыналарда не айырмашылығы бар? 10 2 цифрдан тұрады. 10-нан кейінгі бүкіл сан сондай, 10, 11, 12, Так, мына былай бөліп қойық, 10 дейік. 10 2 цифрдан қолданылады. 2 цифрлы сандар ең соңғы сан қанша? Ол 99, 100 уже 3 цифр. 99 мен бітеді бұл. Так, былай қойсақ, бөліп. Вот, 99 мен 10-ның арасында қанша бет бар? 10-шы беттен қанша сан бар дейікші? 10 мен 90-ның арасында қанша сан бар, яғни сонша бет бар. Біз айтамыз, қанша сан бар? 99-дан 10-да айтамыз 89, бірақ біз бірді қосып есептейміз. 10-нан бастап есептегенде 99-ға дейін 90 сан бар деп есептейміз да. Сонда 99-дан 10-да айтамыз, бірді қосамыз, 90 бет бар. 90 бет, значит 90 сан бар. Өйткені әр бетті бір бетті сипаттау үшін бір сан кетеді. Мысалы, бір бетті сипаттау үшін 20 деген бір сан кетеді. 90 бет 90 сан бар. Ал бұл жердегі әрбір сан 2 цифрдан тұратын болса, сонда бір бетте 2 цифрдан болады, 90 бетте қанша болады? 92 өйтем 180. Сонда міндетті түрде естеріңізде болсын, 2 таңбалы сандардан барлық 2 цифрдан келетін сандардың алатын несі қолданылатын 180 цифр. 90 бетті сипаттау үшін 180 цифр. Одан кейін 100-ден басталады, 3 цифрлы сандар 100-ден басталады, ол 3 цифрдан тұрады ғой, ең соңғысы 999-ға дейін барады. Ол 1000 уже 4 цифр, ол арғай күрделі болып кетеді. Бізге пока осы түсінікті болса. 999-дан 100 айтамыз, бірді қосамыз, қанша болады? 900 бет бар арасында. 100-ден 999-ға дейін 900 бет бар, және 900 сан бар. Егер мына екеуінің арасында қанша мүше бар деген сұрақ туындайтын болса, сіз арифметикалық прогрессиямен шығарсаңыз болады. Соңғы мүшесі, бірінші мүшесі d айырмасы 1-ге тең деп осылай есептесеңіз де 900 шығады. Ал жаңағыдай 899-дан нан азайтып мән шығару ол қате болады да. Дәл осылай есептеп кете бересіз. Мысалы, 3 цифрдан тұрады, 900-ді 3-ге көбейтсек, 900 бет бар, 900 сан қолданылады әрбір бетке. Сонда әр сан 3 цифрдан тұрса, барлығы 2700 цифр қолданылады. 90 бетті сипаттау үшін 2 цифрдан 180 цифр. Дәл осылай да. Енді қарайық бізде. 3-ші беттен басталады деп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете береді да. Бірақ 3-ші беттен басталады, мына жерден басталады, значит, мына екеуін алып тастаймыз. Бұл екеуін алып тастаймыз да. Кітапта стандарт түрде солай, кез келген кітап, нелер, баспаны қарасаңыз, 3-ші беттен басталады негізінде. Енді қарайық. 2 санды алып тастасақ, 9-дан айтамыз 7 сан. Бастапқы 7 бетті сипаттау үшін 7 цифр кеткен. Уже 7-ші бетке 8-ші бет уже 10 болады. 8-ші бетте 10 деген цифр тұрады да. 7 бет сипаттау үшін 7 цифр қолданылған. Енді қарайық. Одан кейін 10-ші беттен 999-ші бетке дейін 90 бет болады. 7 бет қосамыз 90 бет. Неге? 90 бет сипаттау үшін 180 цифр қолданылады ғой, міндетті түрде оны түсіндірдік. 180-ге 7-ні қосамыз, қанша болады? 187 болады. Бізде 187 цифр қолданылғанда 9-7-ні қосамыз, 97 бет болады екен. Ал бізде барлығы 430 цифр, бізде пока 187 цифрдің несі осылай болып тұр да. Значит, 99-дан кейін тағы да беттер бар. 999-дан кейін 3 таңбалы сандар болады, бірақ олар 2700 болып кетеді, 2700 цифр. Сол үшін біз жалпы қолданылған цифрдан, 2 цифрдан және 1 цифрдан тұратын беттерді тастасақ, не қалады? Тек 3 цифрлы беттер қалады. Енді 430-дан азайтамыз 187-ні. Қанша болады? 10-нан 7-ні азайтамыз 3, 2-ден 1-ді азайтамыз 4, 3-ден 1-ді азайтамыз 2. 243. Яғни 3 таңбалы
үш цифрдан тұратын сандардан 243 цифр қолданылған екен. Енді 243 цифр қолданылған, әрбір сан 3 цифрдан тұрады, сонда қанша сан қолданылған? Яғни санын тапсақ, ол сан сол беттің санын көрсетеді ғой. 243-ті 3-ке бөлеміз, 81 болады, Сонда 3 таңбалдан тұратын 81 бет бар, 2 таңбалдан тұратын 90 бет бар, және 1 таңбалдан тұратын 7 бет бар. Сонда қосамыз 7 плюс 90 плюс 81. Қанша болады? Екеуін қоссақ 88, 90 қоссақ 178. Сонда мына есептің жауабы 178 болады екен. Бұның формуласын қалай шығарамыз енді? Жалпы қолданылған цифр санын азайтамыз. Мысалға, егер ол бірінші беттен басталған болса, онда біз 9 цифр болады, 90 болады, оя 90 бет сипаттау үшін міндетті түрде 180 болады. 180-ге 9 бетті қосам 189 болады, 189. Азайтқан кезде, мысалы, 3 таңбалы сандар 3 цифрлы таңба қолданылған болса, 2 таңбалын 1 таңбалын азайтып тастаймыз, және осыны 3-ке бөлеміз. Сол кезде 3 цифрдан қанша пайдаланғаны шығады. Сонша шығады, яғни сол бет болады. Және арғай соған қоса бересіз. Сізде мысалы неше бет қолданылды? 99 или прям осындай қолдана бересіз, мынандай. Мына жерде n бет саны мынау, n бет саны мынау бізде қолданылған цифрдың саны. Егер 3-ші беттен басталған болса, мына жерге уже басқа сан қойылады. Мына жерге де басқа сан қойылады. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.